Сәлем достар, бүгін біз ірімшік қосылған тіске басар дайындаймыз. Ол үшін бізге 600 грамм ұн, 300 мл су, 3 ас қасық сұйық май, 300-350 грамм ірімшік және 1 шай қасық тұз керек. Ең алдымен суымызға тұзды салып, ертіп аламыз. Тұзды қамырға қосып жібермейміз, тұзымыз тез өну үшін тұзды жылдам ертіп аламыз. Тұзды ертіп болғаннан кейін 3 ас қасық сұйық майды суымызға қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Ұнымыздың ортасын үңгірлеп, суды ақырындап құя отырып, қамыр илеп аламыз. Еттің қамыры сияқты, бірақ одан кішкене жұмсақтау қамыр шығады. Бір келкі кәдімгі иін қандырып илеп аламыз. Және қасықпен араластырып болғаннан кейін міндетті түрде қолымызбен жақсылап илейміз. Ұстағанда өте нәзік, жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын қамыр пайда болды. Осындай қамыр. Бұны қалтаға салып, 10-15 минут көлемінде кішкене қоя тұрамыз, ие қану үшін. Ары қарай сосын жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Қамырымыз дайын. Бұны 2 немесе 3 бөлікке бөліп қазір жайып аламыз. Және ірімшіктерімізді мындай ұсақ етіп, саусақтай етіп турап аламыз. Бірде биіктігі 1, келесі ені жарты, биіктігі 2 см, ұзындығы 1 см, ені 0,5 см етіп кесіп алдық. Енді қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Қамырды 3 бөлікке бөлдім. Әр бөлікті қолмен иін қандырып, одан сайын дөңгелектеп қоямыз. Пайдаланатын бөлікті алып қалып, қалған бөлікті қалтамызға қайтадан саламыз. Кеуіп қалмау керек. Және мына бөлікті өте жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды жұқалап жайып алдым. Енді оны бөліктерге бөліп 4 бұрышты етіп кесуге тырысамын қазір. Кішкене қисайыңқырап кетті. Шамамен әрбір жерді жиегі толық оралатындай етіп кесіп шығамын. Кәдімгі манты бүккендегі сияқты етіп те кесіп алсаңыздар болады. Қамырларымызды кесіп алдық. Енді басқа бөліктермен де дәл осылай жасаймыз. Ал біз бірінші ірімшіктерімізді салып орап аламыз.
жиектерін қатты бекітеміз. Барлық қамырды осылай орап шығамыз. Қамырларымызды орап болдық. Біз 1/3 бөлігін алып қалдық. Және біраз ауысқан ірімшікті алып қалдық. Енді осы оралған қамырларымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Таңертеңгі асқа жылы күйінде жеген өте жақсы. Қызарғандарын шетінен ала береміз. Осылай қалған ірімшік пен қамырларымызды қалғанның барлығын дәл осылай етіп қуырып аламыз. Біздің тіске басарымыз дайын. Ірімшікті таяқшалар деп айтсақ болады. Қазір біреуін бөліп жеп көрейміз. Ірімшігі еріп ішінде. Жақынырақ көрсететін болады. Осындай ірімшікті тіске басарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Тикай аузыңды аш. Жеп жатсың ба? Молодец, Жан.